жағдай. Балық жоқ деп отқан дейсіз. О! Міне армысыздар, ардақты ағайын. Менің аты жөнім Бақтияр Хамит, және сіздер балықшылыққа, аңшылыққа, жалпы саятшылыққа арналған қазақ тіліндегі YouTube арнаны тамашалап отырсыздар. Арнамыздың атауын әлі ойлап тапқан жоқпыз. Бұл ретте жақсы бір осы арнамыздың бағын ашатындай деп айтайық. Сондай бір жақсы атау ойыңызға келіп жатса, міндетті түрде комментарийге қалдыруыңызды өтінеміз. Енді жаңа комментарий дегеннен шығады. Жалпы осы арнамыздың аяқ алысы дұрыс болу үшін, одан кейінгі тағдыры жақсы болу үшін деп айтайық, міндетті түрде бізге жазылып, жақсы лайктарыңызды қалдыра кетсеңіздер деген өтініш білдіреміз. Енді міне алғашқы біздің шығарылым деп айтайық. Қазақта өздеріңіз білесіздер, бір жақсы сөз бар, алғашқы түйенің жүгі ауыр деген. Бұл ретте кемшіліктер болып жатса, сапа мәселесіне қатысты сұрақтар туындап жатса, түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз. Қазақ және де айтады, көш жүре түзеледі деген. Уақыт өте осы арнамызды жақсы жолға, сіз боп, біз боп өте бір жақсы жолға қоямыз деген сенімдеміз. Жақсы сапалы контенттер, видеолар саламыз деген үміттеміз. Олай болса, кеттік, іске сәт. Қазір міне Нұраның етегінде отырмыз. Мезгіл мамыр мен маусымның шектесетін тұсы деп айтайықшы. Судың жайылып, мына қар суы бар, өзеннің тасыған суы бар, жайылып, мына жайылымға шығып кеткен кезі. Сондықтан кәнігі балықшылардың айтуынша, мұндай мезгілде балық онша түспейді, қармаққа түспейді. Көбі ауға аулайтын секілді. Енді біз ауға жоқпыз, тек қармақпен аулаймыз. Көбінесе қармақпен аулаймыз деп айтайық. Сондықтан сол балықшылардың айтып отқан сөзі шындыққа ұласатын сияқты. Өйткені міне бір сағаттан астым жерге келгенімізге бірде-бір балық қармағымызға ілінген жоқ. Енді уақыт көрсетсек, қазір 2-3 сағат осы жерде отырамыз. Түсе ме, түспей ме, көре жатармыз. Міне жаңағы айтқан сөздерімнің дәлелі болсын. Міне қалып тұр, міне қимылсыз деп айтайықшы, мүлдем қимыл жоқ. Қармағымыз міне, суымыз міне, су көп, балық жоқ деген әңгіме ғой. Көрдіңіздер ме, жайылып жатыр. Қайықпен келу керек пе, кім біледі енді. Оны енді тәжірибе аз бізде. Сондай бір асып бара жатқан балықшылығымыз жоқ. Енді жылдар өте, уақыт өте, тәжірибе жинарымыз. Сол өзіміз айтып отқан кәнігі балықшыларға, кәнігі балықшыға айналып шыға келерміз. Не oldu әбеке, балық бар ма? Жоқ. Қайда балықтың бәрі? Қарап атыр ғой. Қарап тұр. Қайда жіберіп атсыздар балықтың бәрі? Жігіттер осылай аулап отыр. Негізі ағыстан түсу керек қой. Қазір көрейік бірден түсе бәк. О! Міне кетті. Бар екен, бал. Біз жоқ деп жүрміз. Кәне. О, мен тамаша оқ. Міне кетті. Сәттілік. Кешен алға жүру ғой. Оппа! Қысқасы жігіттер. Анадай қармақ, донка, анау-мынау деген жарамайды екен. Анадай қармақ алу керек екен, Торт көрдіңіздер ме? 3 минутта 2 балық алды. Сондықтан ойланыңыздар. Біздің жігіттердің қармағы міне қимылсыз. Ана жақта жігіттер қырып жатыр балықты. Біздердікі жатыр міне.
жай қармағыңда, доңқаңда үн жоқ. Көрген тыныштық. Істеп отырсың, абай? Бар ма балық? Неге жоқ? Қайда балық? Мен қайда білем? Сен үркітіп жүрген шығарсың, бәрі? Міне күтпеген жағдай. Балық жоқ деп отқанда түсті міне. Кәкең, құтты болсын ау. Айғайлап шулап жүріп алып шықтық деп. Әдемі балық қой мынау. Кәдімгісі. Да? Кәдімгісі. Әне, ал. Ал. Үйірмен 3-9 дейді қазақ енді. Тоқтамасын, Кәкең. Соны бір нет жүресіздер ме, не істейін деп осыздар? Ардақтағы өздеріңіз көріп отырсыздар, енді бізде балық жоқ. Жігіттерді жаңағы ана кісілерде көргендей қармаққа, торға жібердік, қазір алып келеміз дейді. Енді оған дейін тамақ пісіріп, ең құрмағанда қарның қам өлей берді деп отырмыз. Кеттік онда. Бір табиғат аясында тамақ керемет қой. Самауырға жұмыртқа асайды деп отырмыз. Көреміз қалай болады. Ағаш сауылматпасаңыз тағы болмайды. Бар ма? Тағыны. Бәле. Опа! Не? Қандай әдемі болып қой, Карп. Міне, жаман емес. 3 сағатта 3 балық дейсіз ғой. Бәрін қойыңыз. Асылған жұмыртқамыз да, қойған шайымыз да дайын секілді. Балық болмаса болмай қойсын. Қазір осының қамына кірісеміз, жақсылап тұрып. О, міне тамаша. Дайын болған секілді. Қалай бопты? Тәтті ме? Балық қайда беке? Баған қарғымнан пауық алу керек екен ғой. Келесі жол пауықпен келеміз бе? Алла қаласа. Бастысы қарын тоқ дейсіз ғой. Міне, біздің әбекеде торға балық аулауды бастап кетті. Қане, көрейік әбеке. Алла қаласа біреу шығарайын, яқында көр. Көріңіз енді. О, алабыға ма? Ай, әбеке. Ят боп қалды ғой. Ертеңі каналды көрген адамдар айтады ғой. Сендердің біткен балықшылықтарың бар болсын деп. Ой, ана кісі айырып қалды. Міне, есесін қайтарды әбекең. Алды не ақырсында. Папа, міне екіншісі. Жақсы болып қойында әбеке. Да? Анда дайырласыз қазір. Төртеуі де лес. Бір торға 4 бірақ балық түсті. Олжа деген осы ғой, Мен 10 рет лақтырдым ба, бірақ кірпіштей балықтар екен, көрдіңіз бе міне? Қалай әдемі түсті. Достар, осымен бүгінгі балық аулауымыз тәмам. 4 сағатта 4 балық түсті. Қазақ айтады, жоқтан тәуір деп, барымен базар деген де бар. Сондықтан жаман емес деп ойлаймын. Бұл сапардағы тағы бір мақсат, жаңағы әкемнен естіген бір әңгіме бартын. Баяғы соғыстан кейінгі кезеңде осы аталарымыз мынау жұмыртқаны жаңағыдай тамақты самаурынға тығып асатын деген.
Неге? Өйткені ол кезде таршылық заман ғой, білесіз, жаңағы басшылық, мынау погон таққан азаматтар сезіктеніп қоймас үшін, біліп қоймас үшін осылай тамақты үйде барасты самаурынға тығып пісіреді екен. Сондай кез болған екен. Соны өзің көрейші қалай болады екен деп алып келген түрім ғой. Болады екен, өздеріңіз көрдіңіздер, тәп-тәпті жұмыртқа қылып астық. Сол, енді достар, алдағы уақытта да осындай бір дүниелер табиғат аясына шығып, тыныстағанды, демалғанды жалғастырамыз. Бастысы сіздер бізбен бірге болыңыздар. Аман болайық.